Тұлпар мініп туалған ұлттық жобасын қолдау мақсатында Қобыланды батыр жырынан үзінді оқудың отбасылық эстафетасын маған мәдениет саласының үздігі Арайлым Рахымқызы жолдаған екен. Мен енді үлгілі отбасы Құрбанов Қамбарбек пен Гүлжанның отбасына жолдағым келіп отыр. Артына сауыт бүктерген, аламанға дем берген, азды көпке теңгерген, қара бөрік қалпайған, қайратымен мал жайған, мен сондай деп далдайған. Қысқа күнде қырық шапқан, тері тонды теріс артқан, қызыл басқа жан тартқан. Қазақ десе оқ атқан, қабағына қар қатқан, кірпігіне мұз қатқан, 12 күнде бір жатқан, 13 күнде бір татқан. Одай тұлы ереді, қызыл басын еледі, Құдайдан дұшпан сұраған, жау көрмесе қураған, найзаның ұстар жеріне, қолыма жұмсақ болсын деп топтап барқыт ораған.